Кейбір адамдар арақ ішіп қойдым, енді 40 күн бойы намазым қабыл емес деп намазын тастап қойып жатады. Жұма намазға бармай қалып жатады. Бірақ біл, сен арақ ішіп қойсаң, иә, күнә жасадың, бірақ Алла тағаланың парыз қылған міндеттері сенің мойныңнан ешқашан түспейді. Оқыған намаздарың үшін сауап берілмей қалуы мүмкін, марапаттар ала алмай қалуы мүмкін, иә, бірақ ол сенің парыздарыңды орындамай қой деген нәрсе емес. Сол себепті дұрысы былай, намазыңды емес, күнәңді таста, тәубә қыл. Алланың рахым есіктері әрқашан ашық. Алла тағала тәубә қылған пендесін жақсы көреді. Сол себепті өз-өзіңді алдама. Күнә бұл шайтанның мұсылманға құрған тұзағы, ал тұзақтан шығаратын жол ол тек қана намаз. Мұсылманның бұл өмірдегі негізгі мәні, өмірінің мәні бұл намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінің соңына дейін намаз деп кеткен. Кейде біз айтамыз, жаным таза емес, арақ әлі қанымда айналып жатыр, күнәлар жасап қойдым, мен тазарып алайын кішкене, сосын намаз оқимын. Бұл сенің өз-өзіңді алдау. Сен ешқашан тазармайсың. Арсыздықтан, күнәдан, жамандықтан тазартатын ол тек қана намаз. Намазыңа бекем бол, бауырым. Осындай халде жүрген таныстарыңа, достарыңа, жолдастарыңа осы видеоны бөліс, оларға жібер. Олар да білсін, тәубасын қылсын, Алланың рахым есіктеріне қарай ұмтылсын.